Жақсы, қалған қорғаушылар. Құрметті сот, судьядан бас тарту туралы өтініш хаты бойынша мен әріптесіммен келіспеймін. Өтініш хатты бас тартудан сұраймын. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 87-ші бабына сәйкес өтініш хаттың білдірген уәждері ол негіз болып саналмайды. Сарапшыны шақыру, сол себепті бас тарту сұраймын мен. Сот істі толық жан-жақты және объективті түрде қарау керек. Ал біз қазір уақытта бақылап отырғаны сот тек қана бір сарында, айыптау сарында жүргізіп жатыр деп есептейміз. Сондықтан мен өзімнің әріптесім Әбеновті қолдаймын. Өтініш хатын қанағаттандыру сұраймын. Мен адвокатты қолдаймын. Адвокат қалай айтады, солай болады. Біздің адвокат ше. Кешіріңіздер, мен енді сіздер осы процеске жаңадан келіп отырған адаммын ғой, мен кімнің адвокат екенін білмегендіктен өздеріңіз таныстырып айтып жіберсеңіздер. Адвокатыңыз кім екенін айтсаңыздар, дұрыс болар еді. Мен Айгүл Әбілдаевамын. Белғожаев Шыңғыстың мүлдесіндемін. Біздің адвокатымыз Садибеков. Сол кісіні қолдаймын. Жалпы қорғау тарапының келтірген уәждері қылмыстық процестік кодекстің 87-ші бабында негіз ретінде қарастырылмаған. Және де қорғаушының бұл өтініш хаты эмоциялық тұрғыда берілді деп санаймыз. Осыған байланысты бас тартуды сұраймыз. 344-ші баптың 357-ші баптарын басшылыққа ала отырып сот қаулы етті. Адвокат Әбеновтың іске төрағалық етуші судья Жанұзақовқа жарияланған қарсылығы негізсіз болуына байланысты қанағаттанусыз қалдырылсын. Қарсылық білдіруді қабылдамау және қанағаттандыру туралы қаулы шығару шағым жасауға прокурордың өтініш хаты бойынша қайта қарауға наразылық білдіруге жатпайды.